Сәлем болашақ грант иегері байланыста FM онлайн. Бүгінгі мамандықпен таныс рубрикамызда электр техникасы және энергетика мамандығы туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Электр техникасы және энергетика деп отырғанымыз бұл жалпы электр техникасын өндіру, оны жобалау, басқару саласындағы білім мен дағдыларды қамтитын мамандық. Жалпы бұл салада жұмыс жасайтын адамдар электр жүйелерін жобалау, автоматтандыру, энергетикалық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсетумен айналысады. 2023 жылы бұл мамандыққа 2201 грант бөлініп, ал 2024 жылы бұл мамандыққа 2190 грант бөлінген болатын. Ал сәйкесінше максималды балдарына тоқталар болсақ, 2023 жылы 136 балл, ал 2024 жылы ең жоғары 131 балмен грантқа түсті. Ал минималды балдарына келер болсақ, 2023 жылы 58, ал 2024-те 57 балмен осы мамандыққа грантқа түскен болатын. Ал елімізде дәл қазіргі таңда бұл мамандыққа дайындайтын 37 жоғары оқу орны бар. Ал оның топ 3-не тоқталар болсақ, Қазақ ұлттық аграр университеті, Евразия университеті және де Әл-Фараби университеттері. Қазақстанда электр техникасы және энергетика мамандығы бойынша жұмыс жасайтын қызметкерлердің жалақысы әртүрлі факторларға байланысты бөлінеді. Оның ең алғашқысы мамандық деңгейі. Яғни жаңадан бастаған мамандардың инженерлерге қарағанда жалақысында біршама айырмашылық бар. Енді ғана жаңадан бастап жатқан түлектеріміздің жалақысы орташа есеппен 150 мың 200 мың теңге аралығын қамтыса, ал тәжірибелі мамандар қазіргі таңда 300 мың мен 600 мың теңгеге дейінгі табыс табады. Ал саласына байланысты айлық деңгейі энергетика, электротехника, автоматтандыру және басқа да салаларда жұмыс жасайтын адамдардың жалақысы әртүрлі болуы мүмкін. Мысал айтар болсақ, мұнай газ саласында жұмыс жасайтын адамдардың жалақысы біршама жоғары болуы ықтимал. Қорытындылай келе айтарым, электр техникасы және энергетика мамандығы болашағы өте зор сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Сондықтан да осы бағыттарда жұмыс істеу көптеген мүмкіндіктерді ашады. Ал сол керемет мүмкіндіктерге жету барысында дайындығыңды FM-мен баста. Біз сені күтетін боламыз. Келесі кездескенше сау.